мамырда 18 сағат 15 минутта батып кеткен жасөспірімнің бүгінгі 24 мамырда баланы іздеу жұмыстары жалғасуда. Тасбөгет кенті Сталин каналының жағасына тұрып 53 қызметкер жұмылдырылды. Қалалық өрт сөндіру бөлімінің өрт сөндірушілері каналдың екі жағын жер бетімен іздестіруде. Сондай-ақ құтқарушы жасағының водолаздары судың астында және резен қайықпен судың бетінде іздестіру жұмыстарын жүргізудеміз. Нәтиже пока жоқ. Екі Сталин каналының бойында орналасқан екі көпірдің астына сетка салып қойдық. Ағыс қатты. Оқиға орнында штаб құрылып, штабқа бүкіл ақпарат жиналуда. Бетінде моторлы қайықпен осылай жұмыстар жалғастыруымыз керек. Міне біздің қызметкерлер жүр. Жағада. Рациямен хабарласып отырып, пока нәтиже жоқ. Ешқандай